Ясин сүресі 3-ші сабақ 6-ші аяттан ары жалғастыратын боламыз. Сіз сабақты сақтап, досыңызға жіберіп, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып қолдаңыздар және маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Бастайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 6-ші аят. Мына жерден бастаймыз. Ләм кәсірамен келіп тұр, және ту даммамен келіп тұр. Одан кейін нені көріп тұрмыз? Сукунды нуннан кейін сақау зә әрпі келіп тұр. Сукунды нуннан кейін зә келсе, тәжвид ережесі бойынша ихфа болады. Оның ішінде де ашық ихфа және жіңішке ихфа болады. Сукунды нунды зәнің махражына жасырамыз. Зәнің махражына жасыру деген қалай? Ол үшін алдымен біз зәнің махражының орнын біліп алу керекпіз. Зә. Ол сақау болғандықтан екі тістің арасына қыстыру арқылы шығады. Ешқандай да ауа, хамс еш нәрсе жоқ. Оны із деп итермейміз, жай ғана екі тістің арасына салып қана жай ғана батырамыз. Литунзи. Әр сабақта бір ғана әріптің сипатын сипаттап кетейік, қыздар. Зә әрпінде жасыру үшін зәні біз жақсы тану керекпіз. Оның қандай сипаттары бар? Ол жәһір сипаты бар, ол рихуа, ол истифәл, ол инфитах және исмат. Осындай зәнің 5 сипаты бар. Осы 5 сипатты жеке-жеке танып алсақ, зәні махражына біз ихфаны өте әдемі жасырамыз. Литунзи. Өткен сабақта да айттым, сіздің ихфаңыздан келесі әріптің қандай әріп екендігін екінші адам білу керек, қандай әріп шығаратыныңызды, Литунзиро. Енді ро бізде тәфхим. Оны зиро демейміз, зиро. А. Дүзу ғана жақ ашылады. Ерін алдыға келмейді. Қау. Енді мына жерде не көріп тұрмыз? Вау. Сукунды алдыңғы әріп фәтхалы, ол харф лин ережесі. Тәжвид бойынша харф лин. Оны қау деп толыққанды ернімізбен дамманы вауды толық береміз. Қау, Одан кейін, тәнвиннен кейін бізде келесі әріп мә болып тұр. Оны біз идғам мағал ғунна дейміз. Мағал ғунна. Идғам кіргізу, мағал бірге, ғуннамен бірге кіргіземіз. Ұстап, ғуннасын толық береміз да, кейін мәт мұнфасылға жібереміз. Қаумәм төртке. Неге? Бұл жерде бізде мәт мұнфасыл бар. Сондықтан да мәт мұнфасылды толық жібереміз. Мәт төртке созамыз. Одан кейін тағы да, сукунуннан кейін тағы да зә келіп тұр. Жаңағы алдындағы мен бірдей. Енді мына жерде ваумен келіп тұр ғой. Вау. Сукунду нун кезінде ернімізді қайтадан у деп әкеліп орнына келтіріп ихфа жасаймыз. Зеро. Көрдіңіз ба? Зеро. Одан кейін мәт бәдәл бар. Мәт бәдәл дегеніміз екі хамзаның қатар келуі. Екіге созылады. Мәт бәдәл бізде бә төртке ухум. Мына жерде сукунды мимнің ережесі. Сукунды мимнан кейін фә келсе исхар шафауия ашық, анық шығарамыз. Фәхум. Тағы да исхар шафауия ашық, анық. Ашық, анық шығарам деп екеуін бөліп тастауға болмайды. Ухум, фәхум деп демалып бөліп шығармаймыз. Буын шығармаймыз. Барлығын бір деммен шығарасыздар, бірақ ашық, анық исхар шафауия екенін көрсетесіздер. Ухум фәхум ғафилун. Жуан, жағымыз ашамыз, ғафилун емес, ғафилу. Төртке созалып, барып аяқталады. Және нун сукунмен тоқтаймыз. Тәжвидіне міндетті түрде қыздар қалдырмау керекпіз, Тәжвид бойынша не болды дедік? Ихфа, тәфхим, харфлин, идғам мағал ғунна, мәт мұнфасыл, ихфа, тәфхим, мәт бәдәл, мәт мұттасыл, исхар шафауия. Мына жерде ғо, жасырын мәт, филун, мәт ғарит, аяттың соңы. Нә болса, нә фәтхамен келіп тұр, мұнаны біз тәжвидте сукун ғарит болады.
аяттың соңы мәтпен келген үшін мәтпен бірігіп бұл мәт ғарид болады. Төртке созып аяқтайтын боламыз. Келесі аятқа өтеміз. Ләқод, ләқо, ләқо, ләқод емес, ләқод деп айтпаймыз. Егер сіз өзіңіз ләқод деп жүрген болсаңыздар, еріндеріңізді мүлдем домалатып арын әкелмей, жуан және жақтарсаңыздар болады. Өте оңай үйреніп аласыздар. Ләқод, ләқод, д қалқала. Жіңішке шығады. Ләқод. Х, қол, х, жіңішке, х, х, қол. Мына х мақраж ғой, қыздар. Таза х деген орнынан шығады да. Оны бұл енді жіңішке әріп болғандықтан ол х болады. Менің ұстазым айтатын, х-ны шығару үшін мынау күшіктердің тілін салақтатып демалады ғой. Деп осы дұрыс. Х осы орнынан тауып аласыздар. Солай күшіктердің әрекетін жасасаңыздар, шығып кетеді. Лайфхак болсын. Х, қол, қамария орнынан қозғалмайды. Қау, харфлин, лу. Ала. Төртке созамыз. Не үшін? Мәт мұнфасыл. Әк-сәрихим. Әк, хамс бар. Сә, сақау, рихим. Ри, тарқиқ. Рихим. Тағы да мим сукуннан кейін бізде фә келді. Фә, изхар шафауия. Фән айтқан кезде, қыздар, ернімізді, астыңғы ернімізді үстіңгі тіспен қатты қысып, бітіп деп тістеп алмаймыз. Тістеп алмаймыз. Астыңғы ерніміздің ішкі жақ бөлігіне жай ғана тигіземіз. Фә, хум. Фә, хум. Хум деген кезде мим сукунға келгенде ерінді орныңызға әкеп қойыңыздар. Фә, хум. Лә созылады. Лә емесе, лә ю. Минун ю дегенде біз оны ұрып айтамыз. Ю минун. Төртке. Әр қашан аяттың соңында мына сукун ғаридтар бар ғой. Бір талған әріп сукун ғарид, мынаның барлығы емес. Мыналардың барлығы мәт ғарид болады, оны білесіздер. Мына жалғыз бір тал мына сукун ғаридтарды, нунды, сосын бір тал мимді, ғуннасын беріп, кішкене жаңғырықпен тоқтаңыздар. Ю'минун. Рахим. Деп кішкене ғуннасын беріңіздер. Жақсы, енді бір аят үйренейік. Әлиф хамзаны, қыздар білесіздер, мен алдыңғы сабақта да айттым, ұрып, нақты нық айтамыз. Және нун шәттаны асықпай ғуннасын береміз. Және ол мәт. Сонда қалай болады? Инна жаална жеңіл, деп қатты қысып, қатты езбейміз. Жаална қиналмаймыз, бос қана жақтымызды ашамыз, аузымызды ашамыз, еркін. Жаална мәт болады. Мына жерде мәт мұнфасыл бар екен, сәбәби мәттен кейін, не харп мәттен кейін сәбәби мәттің үлкен хамзасы келіп тұр, екеуі екі бөлек сөзде келіп тұр, үкімі жайыз, төртке созамыз. Фи тағы да айн еркін шығарамыз. Нақихим созылады. Қихим енді мынау ғойн, мынау айн, мынау ғо, тамақ қырылдайды, мынанда әғу демейміз, әғула деп айтпаймыз, ерніңіз қозғалмайды, орнында әғула. Тағы да мынау көлденең тұрған белгі бар ғой, мына қыздарымның көлденең тұрғандар, бұларды жасырын мәт деп айтсақ болады, кәдімгі мәт бар, созу. Әғула. Енді мынау тәнвиннен кейін фә келген үшін ихфа. Қандай ихфа? Ашық ихфа. Қандай ихфа? Жіңішке ихфа. Лән фә. Фә мақражына жасырамыз. Лән фә. Келесі фән айтуға дайын тұру керек. Фәхия иләл. Орнынан қозғамаймыз. Иләл әз.
жаңа сақаузаның сипатын сипаттадым. Ешқандай хамс жоқ. Иә, ол жәһір. Әз қо мәт болады. Ни. Әз қони фәхум. Енді мына жерде екі егіз әріпті көріп тұрмыз. Және бұл мим сүкунның бірінші ережесі бойынша идам мислейн маал ғунна. Бұны ғуннасын өте асықпай жақсылап тұрып ғуннасын береміз. Және ернімізде фәхум деп домалақтап ұстап отырмаймыз. Ернімізді орнына келіп қойамыз, ұстап тұрамыз. Одан кейін келесі мына тұрған дамманы айтпай тұрып ернімізді алдыға әкеп алып барып, содан кейін дамманы айтамыз. Сонда қалай? Қараңыздар. Фәхум муққу. Көрдіңіз ба? Фәхум муққу. Еріннің әрекеттері өте маңызды, қыздар. Сонда қалай болды? Фәхум дегенде ерін домалақтанып алдыға келді. Ғұннасын ұстап тұрғанда ерініміз түзу болып тұрады. Және дамманы айтпай тұрып ерініміз домалақтанады да, одан кейін барып біз дамманы айтамыз. Тағы да бір қайталап жіберейік. Осы еріннің әрекеттерін үйрену керекпіз, иә? Фәхум муққу. Мәхун болады. Мәтғайд төртке созылады. Түсінікті ме, қыздар? Енді барлық үйренген үш аятымызды бірге оқиық. Сөйтіп сабағымыз аяқталады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Мына жерде юмину айтқан кезде кейбір қыздарымыз толықтай мұрынға жібереді. Юмину деп ше. Мұқымахун, ғафину деп оны өзі сезбейді. Мұрынға жібермейміз, ауыздан ашық шығу керек, иә? Ла юмину нун емес, иә? Соған мән беріңіздер. Соңғы аят оқимыз. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Төртке созып, деп тоқтаймыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды, қыздар. Тапсырма әдеттегідей сторисқа салып, жаттай алмасаңыздар да, егер оқып тапсырсаңыздар да болады. Міндетті түрде сторисқа мені белгілеп салыңыздар. Түрлеріңіз, ауыздарыңыз ашық болсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.